21 ғасырда кітап оқу ол жалпы жастардың тенденциясына айналу керектігі белгілі. Себебі кітапта барлық құндылықтар мен көркем әдеби шығармалар барлығы осы кітаптан наралатындығын белгілі екендігі баршаңызға мәлім. Жалпы кітап оқуды 21 ғасырда жастардың бойына қалай сіңіру керек, жалпы қалай оларға берілу керек екендігі әрбір азаматтың немесе әрбір сондай жоғарғы оқу орындарының, кітапханалардың басты мақсаты болу қажет екендігі белгілі. Себебі қазір 21 ғасырда жастардың көбісі әлеуметтік желілерге, ғаламторларға тоғылып, яғни көз жанарларын ұялы телефондардан алмайтындығы анық. Сол себептен кітапхана жүйесінде толық өзгерістер, жаңашылдықтар алып келу ол кітапхана қызметкерлерінің, мамандарының басты жұмысы деп айтсақ болады. Осы мақсатта халықаралық Тараз инновациялық институты өзінің жаңашылдығын, креативтігін көрсетіп отырғандығын көріп отырмыз. Жалпы институттың кітапханасы өте заманауи, жастарға қажетті, барлық қажеттілігін өтейтін кітапхана екендігіне көзіміз жетті. Себебі институттың кітапханасында мынау көркем әдебиет шығармалары, музыка жанры, жастардың демалу орталықтары, жастарға арналған электронды кітапхана жүйесі, жалпы мынау не дейді ғой, өзінің, яғни көз жанары шаршап талған азаматтарға спорттық демалыс орындары да жастарға ыңғайландырып жасалынған. Оның ішінде айтап өтетін тағы бір ерекше құндылықтардың бірі ол осы кітапхананың мынау түстер, световой гамма дейміз ғой, түстердің үйлесімділігі, психологиялық тұрғыда адамдарға көз жанарына қуаныш сыйлайтын түстерді мол пайдалануы жастардың осы кітапханаға келіп кітап оқуына, түрлі форматта іс-шара өткізілуіне жағдай жасалынған деп есептеймін. Жалпы институт ұжымы, институтты басқарып отырған Ерболат Байзақұлының еңбегі өте зор деп айтсақ та болады. Тек қана ол кітапханамен өлшенбей, мынау заманауи тұрғыдағы жатақхананың да ерекшелігін айтқым келеді. Жалпы ақпараттық технологияның бар мүмкіндіктерін пайдаланған жатақхана бұл жастарға тың мүмкіндіктердің ерекшелігі. Сонымен қатар институттың жаңа ғимараттары мен институттағы европалық стандарттарға сай келетін аудиториялар барлығы жастарға мүмкіндіктердің кең көлемде ашқандығын көз жеткіземіз. Жалпы осы институттың ұжымына, жалпы осы оқу орнының студенттеріне тек қана білім алумен, тек қана осы еңбекті, осы бар жасалынған мүмкіндіктерді максимум пайдалана отырып, заманымызға, елімізге, отанымызға қажетті маман болып шығуына тілектеспіз. Ұжымға тек қана сәттілік тілеймін.